Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз осындай жұмсақ, жеңіл, әрі дәмді болып шығатын круассандарды дайындайтын боламыз. Бізге ең алдымен бір бокал жылы сүт, бір бокал жылы су, және 3 ас қасық қант, шым тұз, және 3 ас қасық сұйық май, 1 шай қасықпенен құрғақ дрожж қажет болады. Барлығын салып, осылай араластырып аламыз да, үстіне 1 дана жұмыртқамызды салып, тағы да араластырып аламыз. Енді біздің ұнымыз електен өткен болуы қажет, сонда біздің круассандарымыз көтеріліп, ісіп, әдемі болып шығады. Енді үстіне 600 грамм електен өткізілген ұнымызды саламыз да, жақсылап қамыр жасайтын боламыз. Қамырымызды қатты немесе жұмсақ етпей, орташа етіп дайындап аламыз. Енді бетіне пешевой пленкамызбен жауып, жылы жерге қоямыз да 1-1,5 сағаттай ашытатын боламыз. Міне менің қамырым осындай болып 1 сағатта көтеріліп шықты. Енді кішкене ғана ұнымызды себеміз жабыспау үшін. Осылайынан қамырымызды ұнның үстіне қойып, кішкене ұзындау етіп аламыз да бөліктерге бөліп алатын боламыз. Шамамен 10 бөліктей болуы қажет. Менде 9 бөлік болып шықты. Енді барлығына осындай зуала етіп аламыз да бетіні сүлгіменен жауып қоямыз. Сонда біздің қамырларымыз құрғап кетпейді. Осылай бір-біреуден жайып аламыз. Қамырымызды қатты қалың да жұқа да етпей, осындай орташа етіп жайып аламыз. Міне осындай болуы қажет. Осы видеодағыдай етіп жасайсыздар. Міне мен қамырларымның барлығын жайып алдым. Енді бөлме температурасында тұрған жұмсақ сары майымызды осылай күрекшенің көмегіменен жағып алатын боламыз. Осылай міне бірінің үстіне біріне қойып, үстіне сары майымызды жағып, осылайынан барлығыны бірденнен осылай жайып аламыз. Міне енді осылай қолымызбен кішкене созып жайып аламыз да, шет-шетін барлығыны осылай қысып шығамыз. Сонда біздің қамырларымыздың барлығы бірдей болып жайылады. Сосын оқтаудың көмегімен осындай етіп, дөңгелек етіп жайып аламыз. Міне қатты қалың немесе қатты жұқа етіп жаймаңыздар, орташа етіп жаясыздар да, осылай 3 бұрыш етіп кесіп аламыз. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңызға қарай ішіне жаңғақ, молоко немесе варенье салсаңыздар болады. Мен жартысына молоко қостым. Ондай салма салған соң, бірінші ораған кездеріңізде 2 шетіні 2 саусақтарыңызбен кішкене қысасыздар. Сонда салмасы сыртқа шығып кетпейді. Қатты қыспай, орташа етіп, жеңіл орау қажет. Сонда біздің круассандарымыз ісіп әдемі болып шығады. Барлығыны осылай формаға келтіріп болған соң, бетіне сүлгіменен жауып, бөлме температурасында 20-30 минуттай көтерілуіне күтеміз. Көтеріліп болған соң, круассандарымызды листімізге жайғастырып, бетіне жұмыртқаның сарыуызын жағып, қызып тұрған 160 градустағы пешімізде 20 минуттай осындай қызыл түске кіргенше пісіріп алатын боламыз. Сіздер де дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Бір жасағаннан осындай әдемі, жеңіл, дәмді болып шығады.